Халықаралық терроризмнің қаһары қатты. Алпауыт мемлекеттер лаңкестердің қанды қасап әрекетін дінге теліп әлек. Әлем бойынша 500-ге жуық террористік радикалды топтар болатын болса, соның біразы исламның атынан әрекет жасап жатыр. Исламды өзінің басты дұшпаны ретінде қарайтын кейбір ұйымдарға бұл тиімді болуы мүмкін. Діни экстремизмді насихаттап, заңғырын әліккендердің шамамен 35% радикалды материалдарды интернеттен жүктеп, сақтап, таратқан. Шетелдік псевдоуағызшыларға қарсы ұлттың рухани иммунитеті әлсіз бе? Кеше мұсылман болған қауым емеспіз. Ата-бабаларымыздың ішіне көп болды. Діндар, оқығандар, тіптен арабтарға барып, араб тілін дінді үйреткен біздің бабаларымыз. Жасурбектің түрмеге түсуіне діни сауатсыздығы басты себеп. Ол мешіттегі имамдардан ілім алмады. Аңқау елге арамзалығын тықпалаған псевдоуағызшылардың тар шеңберіне қамалды. Зайырлы қоғамды кәпір деп табалады. Нәпсімен күрес ұғымын саясиландырған топтың қылмысын дәріптеп, интернетте улы уағыздарын көбейтті. Запрещен деген уағыздарды тыңдап қойдым да, соларды бірінші мысалы енді үйреніп жатқанда исламды түсініп, Абдуллах Бухари деген сондай уағыздарын тыңдадым. Қиналып жатқан мұсылмандарға, соғыс болып жатып жатқан жердегі мұсылмандарға көмектесу. ВКонтактымда видео қалып кетті, соғыс туралы. Тағы бір уағыз бар екен, междірілеуіне, разжигание деген. Абдуллах Зуфар деген лақабатпен танылған псевдоуағызшы халықаралық іздеудегі қылмыскер. Бұны Өзбекстан Республикасының ішкі істер министрлігі де растады. Құзырлы орган Зуфар жастардың санасын улап, қарулы қақтығыс аймағына кетуіне түрткі болды деген мәлімдеме жасады. Демек ол соғысқа адам тартқан арандатушы. Жауыздың тілі жұмсақ, ниеті зақар дегеннің дәлелі бұл. Ол тыңдауы болмайды. Ол тем более қазір Өзбекстанда олар роста жүрген адамдар, қылмыс жасаған адамдар, олар қазір именно дін экстремизмі бойынша өзбек болғанда біз өзбек тілінде көбісі тыңдаймыз. Идеологияны дін ретінде біреудің ойын, біреудің пәтуасын дін деп қабылдап қою ең үлкен қауіптердің қатарына жатады. Буквализм ең үлкен қауіп. Яғни бұл жерде сөз, мағына, мақсат деген мәселе болады. Бұл жерде мағына мен мақсат жоқ, тек қана сөз бар, буквализм. Сәләфи дейміз, олар өз арасында 5-6 тармаққа бөлінеді, ертең тағы да бір 10 жылдан кейін бар бұлар тағы тармаққа бөлінеді. Өз арасында 40 пышақ болады. Өйткені бұл табиғи дүние. Ағымның құрдымға кетуі өз солай болады. Ал көпшілік келе жатқан Ханафи мәзхабы, Малики мәзхабы, Шафиғи мәзхабы, Хамбали мәзхабы, өйткені бұлар өз арасында бір пікірде, өз арасында ешқандай алауыздық жоқ. 26 жастағы Расаметов дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Бірақ мектепті місе тұтпады. Оңай әрі көп қаржы табу үшін оңтүстік Кореяға аттанады. Қара жұмыс қажытып, айналасына өшігеді. Ессіздіктен жауыздық туып, санасында ізгілікті буат. Кейін Жасурбек радикалды ойдың күшімен таяу шығыстан бірақ шығады. Шариғатпен өмір сүру керек, исламмен өмір сүру керек деп айтқан. Кореяда жүргенде сол кішкене көмектесейін деп Турцияға бардым. Турциядан Сирияға өтіп кеттім, өзімді түсінбей қалдым. Ана жерде соғыс болып жатыр, әркім кіммен кім болып жатыр, білмесін, өліп жатыр бәрі. Біреулер айтады, Америка тастап жатыр дейді, біреулер мұсылман тастап жатыр дейді. Түсініксіз да ана жерде кім кімді өлтіріп жатыр. Әлемде әртүрлі саясат жүріп жатыр. Әртүрлі мемлекетаралық қатынастар бар, әртүрлі террористік топтар бар. Соның біразы исламның атынан әрекет жасап жатыр. Бұл да әрине өз кезегінде исламофобияға үлес қосып жатыр деп айтуға негіз бар. Қасаң фундаменталистік діни қағидаттарды қазіргі заманға алып келіп, онымен өмір сүреміз дегенде қоғамнан безуіне, бүкіл өзінің ата-анасынан безуіне, бүкіл өз мемлекетінен безуіне алып бару мүмкін. Ол түбінде жақсылық қалып бармайды. Жасурбек қан сасыған бүлікшілер ордасынан өз күшімен қашып шықты. Түркияның шекарасына жақын маңда сол елдің құзырлы органдары тұтқындапты. 1 жылға жуық қамауда болған ол,
2020 жылдары елге экстрадицияланды. Қазір Шымкент қаласында жазасын өтеуде. Үрей арқылы халықты ұршықша иергісі келетін қылмыскерлердің қақпанына түскенін ол өте кеш түсінді. Өзім болмағаннан кейін кетіп қалдық қой, білмей, түсінбей қалдық қой. Дұрыс түсінбедік те, ата-анамдан кешірім сұрайын деп ойлаймын. Атамызда көп қиналып кетті ата-анам. Соларға көмектессем, Құдайға басып, үйленіп баласыға жатып, дұрыс жолға түсіп, имамдардың айтқанын істеп, дұрыс жолға түсемін деген ойым бар. Осыдан 60 жыл бұрын қатал, қатерлі және қашып құтыла алмайтын сұрақ. Біз адам баласын жоюға тиіспіз бе? Әлде адамзат соғыстан бас тарта ма деген манифест жарияланды. Қарапайым сұрақтың жауабы тым күрделі. Саясаттағы алыптар арпалысы, геосаяси ахуал бүгінде соғыс вирусын ушықтырып отыр. Демек, Жасурбек сияқтылар жихад деп ұрандатқан арандатушылардың қолындағы көсеу болып қала бермек.